Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Семей в составе председательствующего судьи Авдигаловой при секретаре судебного заседания Каликеновой рассматривается дело об административном правонарушении. Семей қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 200 бабына алкоголь өнімдерін бөлшек саудада заңсыз сату сәйкес әкімшілік іс қаралды. Сот талқылауы барысында Азерки ауылындағы дүкендердің бірінің сатушысы алкоголь өнімдерін тиісті лицензиясыз сатқандығы анықталды. Бұл Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу болып табылады. Реализовала алкогольную продукцию, тем самым нарушила часть 1 статьи 200. Істегі дәлелдемелерді зерттеп, құқық бұзушының кінәсін мойындауын ескере отырып, сот оның іс-әрекеттерінде әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамын бар деп таныды. В вечернее время, во время проведения рейдов, несовершеннолетняя, не достигшая 21 возраста, где в руках держала пиво. Она пояснила, что приобрела пиво в магазине. Сот қаулысымен азаматша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 200 бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықты жасаған үшін кінәлі деп танылып, әкімшілік айыппұл түріндегі жазаға тартылды. Қосымша жаза ретінде алкоголь өнімдерін бөлшек саудада өткізу және сақтау жөніндегі лицензиясының күші 1 ай мерзімге тоқтатылды. Сондай-ақ тәркіленген алкоголь өнімдері дүкен иесіне қайтарылды. Суд постановил признать виновной Калиеву Каролаш Тукановну по части 1 статьи 200 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного штрафа. Сот алкоголь өнімдерін сату тек арнайы рұқсаты бар жағдайда және заңда белгіленген уақытта ғана жүзеге асырылуы тиіс екенін еске салды. Бұл талаптарды бұзу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа келеді.